Айтпақшы, сіз жер бетіндегі ең үлкен тіршілік иесі кім деп ойлайсыз? Көк кит пе, әлде Африка пілі ме? Мүмкін алық секвойя ағашы шығар. Жоқ, сіз қателестіңіз. Жер бетіндегі ең үлкен, ең көне және ең жұмбақ тіршілік иесі дәл қазір сіздің аяғыңыздың астында жатыр. Және ол алып саңырауқұлақ. Армысыздар, құрметті достар. Бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз сіздерді біздің планетамыздың нағыз қожайындарымен таныстырамыз. Олар өсімдік емес, олар күн сәулесіне мұқтаж емес, олар жануар емес, бірақ олар тыныс алады және қозғалады. Олар саңырауқұлақтар патшалығы. Бүгінгі шығарылымда ормандардың астындағы табиғи интернет қалай жұмыс істейді, неге саңырауқұлақтарсыз жер бетіндегі өмір тоқтап қалар еді, және ең қорқыныштысы, саңырауқұлақтар шынымен де адамзатты бағындыра ала ма? Бұл жай ғана биология емес, бұл біздің көзімізге көрінбейтін параллельді әлемнің шындығы. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Сіз орманмен серуендеп жүргенде аяғыңыздың астында алып ақпараттық тас жолы жатқанын сезесіз бе? Ғалымдар бұны Wood Wide Web деп атайды. Бұл саңырауқұлақтардың жіңішке жіпшелерінен, яғни мицелийден тұратын алып желі. Бұл желі арқылы ағаштар бірі-бірімен сөйлеседі. Иә, сіз қателескен жоқсыз. Саңырауқұлақтар ағаштардың тамырларына қосылып, олардың арасындағы байланыс операторының қызметін атқарады. Егер орманның бір шетіндегі ағашқа зиянкестер шабуыл жасаса, ол саңырауқұлақ желісі арқылы басқа ағаштарға сигнал береді. Басқа ағаштар бұл ақпаратты алып, дереу қорғаныс заттарын, улы шайыр немесе ферменттер бөле бастайды. Айтпақшы, ана ағаштар, ең кәрі ағаштар осы желі арқылы өздерінің жас көшеттеріне қоректік заттар мен қант жіберіп, олардың көлеңкеде өліп қалмауын қадағалайды. Ал саңырауқұлақтар бұл қызметі үшін салық алады. Ағаштар фотосинтез арқылы өндірген көмірсутегінің 20%-ын саңырауқұлақтарға береді. Бұл табиғаттағы ең үлкен және ең тиімді корпорация. Саңырауқұлақтарсыз ормандар жай ғана ағаштардың жиынтығы, ал олармен бірге бұл бір тұтас ақылды организм. Енді масштаб туралы сөйлесейік. Айтпақшы, сіз әлемдегі ең үлкен тіршілік иесі Орегон штатында екенін білесіз бе? Ол Армиллерия остоя немесе балды саңырауқұлақ. Бірақ бұл біз көріп жүрген кішкентай саңырауқұлақ емес. Жер бетінде көрінетін саңырауқұлақ бұл тек оның жемісі ғана, алма ағашының алмасы сияқты. Ал оның негізгі денесі мицелий жер астында жатыр. Орегондағы бұл алып саңырауқұлақтың аумағы 900 гектардан асады. Бұл шамамен 1600 футбол алаңына тең. Оның салмағы 100 тонна, ал жасы 2400 жылдан асады деп есептеледі. Бұл алып ағза мыңдаған жылдар бойы орман астында жайылып, ағаштардың тамырларына еніп, бүкіл экосистеманы бақылап отыр. Ол жер бетіндегі ең үлкен бір ағза. Біз оның үстімен жүреміз, бірақ аяғымыздың астында ежелгі алып тіршілік иесі жатқанын сезбейміз де. Айтпақшы, сіз жалпы ойландыңыз ба? Неге ормандар өлі ағаштар мен жапырақтардың астында қалып қоймайды? Неге миллиондаған жылдар бойы жер беті қоқыс полигонына айналмады? Жауабы біреу – саңырауқұлақтар. Саңырауқұлақтар әлемдегі ең мықты химиктер. Олар ағаштың құрамындағы ең қатты зат лигнин мен целлюлозаны ыдырата алатын жалғыз ағза. Олар болмаса, құлаған ағаштар мәңгілікке жата берер еді. Ал жаңа өсімдіктерге орын қалмас еді. Олар табиғаттың басты қайта өндірушілері. Бірақ олардың таңғажайып қабілеті мұнымен бітпейді. Ғалымдар жақында пластик жейтін саңырауқұлақтарды тапты. Иә, олар пластикті ыдыратып, оны ақуызға айналдыра алады. Тіпті Чернобыль атом станциясының реакторының ішінде радиациямен қоректенетін қара саңырауқұлақтар табылды. Олар радиациялық энергияны өздеріне тамақ ретінде пайдаланады. Саңырауқұлақтар планетаны кез келген ластанудан құтқара алатын жалғыз күш. Олар біз жасаған қоқысты жеп, жерді қайтадан тазарта алады. Бұл нағыз супер қабілет. Айтпақшы, ойлау үшін ми керек деп кім айтты? Саңырауқұлақтарда жүйке жүйесі де, ми да жоқ. Бірақ олар ең күрделі логикалық есептерді шеше алады. Жапон ғалымдары өткізген таңғажайып тәжірибені қараңыз. Олар Токио қаласының картасын жасап, басты беттердің орнына сұлы жармасын, яғни саңырауқұлақ үшін тамақ қойған. Содан кейін ортасына шырышты саңырауқұлақты орналастырады. Бірнеше сағат
сағаттың ішінде саңырауқұлақ тамаққа жету үшін желілер тартты. Нәтижесі қандай болды дейсіз бе? Саңырауқұлақ құрған желі Токионың қазіргі теміржол жүйесімен 100% сәйкес келді. Жапон инженерлері бұл жүйені ондаған жылдар бойы есептеп жасаса, саңырауқұлақ оны бір түнде ең тиімді әрі үнемді жолмен сызып шықты. Бұл қалай мүмкін? Саңырауқұлақтар ұжымдық интеллектке ие. Олардың әрбір жасушасы ақпаратты қабылдап бүкіл денесіне таратады. Егер желінің бір бөлігі қауіпке тап болса, бүкіл ағза бұл туралы бірден біледі. Бұл табиғи суперкомпьютер. Біз оларды жай ғана өсімдік деп ойлаймыз, бірақ олар біздің ең озық алгоритмдерімізден де жылдам шешім қабылдай алады. Айтпақшы, сіз бір келі саңырауқұлақ үшін $3000, шамамен 1,5 миллион теңге төлер медіңіз? Иә, әңгіме трюфельдер туралы. Бұл саңырауқұлақтар жер астында өседі және оларды тек арнайы үйретілген иттер немесе шошқалар иісі арқылы таба алады. Олар неге соншалықты қымбат? Себебі оларды қолдан өсіру мүмкін емес. Олар тек табиғаттың еркесі. Бірақ саңырауқұлақтар патшалығында тек байлық емес, ажалда жасырылған. Ең әдемі көрінетін саңырауқұлақ ең қауіптісі болуы мүмкін. Мысалы, ажал кебіні. Оның бар жоғы 30 граммы ересек адамды өлтіруге жеткілікті. Ең сорақысы, оның уы бірден әсер етпейді. Адам оны жегеннен кейін өзін жақсы сезіну мүмкін, бірақ бұл уақытта оның бауыры мен бүйрегі іштей іріп жатады. Симптомдар пайда болғанда құтқару мүмкін емес. Тарихқа сенсек, Рим императоры Клавдий мен қасиетті Рим императоры Карл VI дәл осы саңырауқұлақтан уланып өлген. Бір ғана саңырауқұлақ бүкіл империялардың тарихын өзгертіп жіберген. Айтпақшы, егер саңырауқұлақтар болмаса, сіз бен біз дәл қазір осы жерде отырмас едік. Осыдан 100 жыл бұрын қарапайым ангина немесе тілінген жара адамды өлімге алып келетін. Бактериялар адамзаттың басты жауы еді. Тек 1928 жылы Александр Флеминг кездейсоқ пенициллиум саңырауқұлағын тапқанша. Бұл жасыл зең бактерияларды қырып тастайтын қасиетке ие болып шықты. Осылайша алғашқы антибиотик пайда болды. Пенициллин екінші дүниежүзілік соғыста миллиондаған жауынгердің өмірін сақтап қалды. Саңырауқұлақтар бізге тек тамақ емес, олар бізге тірі қалу мүмкіндігін берді. Біз оларды жек көретін көгеріп кетуі іс жүзінде адамзатты бактериялық апокалипсистен құтқарып қалған қару болып шықты. Енді ең қорқынышты бөлімге келдік. Сіз The Last of Us сериалын көрдіңіз бе? Онда саңырауқұлақ адамдарды зомбиге айналдырып бүкіл өркениетті жояды. Көпшілігі бұны жай ғана кино деп ойлайды. Бірақ ащы шындық мынада. Бұл сценарий табиғатта қазірдің өзінде орындалып жатыр. Таныс болыңыздар, кардицепс. Бұл паразит саңырауқұлақ құмырсқалардың миына еніп, оның жүйке жүйесін басқарады. Ол құмырсқаны биік өсімдікке шығуға мәжбүрлейді. Содан кейін құмырсқа жапырақты тістеп қатып қалады. Осыдан кейін құмырсқаның басынан саңырауқұлақ өсіп шығып, өз спораларын бүкіл құмырсқа илеуіне шашады. Бұл нағыз биологиялық басып алу. Енді басты сұрақ: кардицепс адамды бағындыра ала ма? Қазіргі таңда жоқ. Біздің дене температурамыз 36-да 6, саңырауқұлақтар үшін тым жоғары. Олар ыстықта өмір сүре алмайды, бірақ жаһандық жылынудың әсерінен саңырауқұлақтар жоғары температураға бейімделе бастады. Ғалымдар Candida auris сияқты саңырауқұлақтардың адам ағзасына шабуыл жасауын осы жылынумен байланыстырады. Егер саңырауқұлақтар біздің миымызды басқаратын деңгейге дейін дамыса, адамзат үшін бұл ең үлкен қауіп болмақ. Олар бізге қарсы соғыспайды, олар бізді ішімізден басқарады. Сонымен, саңырауқұлақтар бұл жай ғана орманның сәні емес, олар біздің өткеніміз бен болашағымыз. Бүгінде ғалымдар саңырауқұлақ мицелийінен кірпіштер, киімдер, тіпті ғарыштық базалар салуды ұсынып жатыр. Олар біздің экологиялық мәселелеріміздің кілті. Олар бізді емдей алады, тамақтандырады, бірақ қажет болса жойып жібере алады. Планетаның нағыз иелері үнсіз және көзге көрінбейтін осы патшалық. Егер бұл тақырып сізге ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пікірге жазыңыздар. Сіз саңырауқұлақтардың адам миын басқара алатынына сенесіз бе? Бұл айтпақшы арнасы болды. Әрқашан ізденісте болыңыз, өйткені әлем біз ойлағаннан әлдеқайда қызықты.